Қайырлы кеш бәріңе де, қазақ елі. Мен мына Үрімші қаласындағы ми және нерв аурулар жүйесі деген больницада болып, сол жерді көріп, сол жердің мынау медициналық деңгейіне өте таңғалып, сонда маған бір ой келген, осы елге барғасын айтайын. Біздің елде де талай адам жаңағы түрлі сырқаттардың кесірінен осы ми нерв жүйелерінің ауруынан жаңағы мүгедек болып жатыр ғой. Олар жерге келсе, осы жерден көмек алса, мүмкін олар да аяқтарынан тұрып кетер ме деп. Себебі деген, осы арада мен бір ай болдым. Сол бір айдың ішінде мен өзім көзіммен көргенім, бұл жерде осы Қытай елінің тұрғындары жаңағы мүгедек болып қалған носилкаменен, арбаменен алып келіп, соларды 2-3 айдың ішінде аяқтарынан тұрғызып, жаңағы адамдар өз қолдары ауыздарына жетіп кетіп жатады. Ал мен мына больницаның іші сыртын сол жерде болғанда түсіріп, соларды осылай етіп жинағам. Мына қазір көрсетіп жатырмын. Бірақ деген жаңағы сырқаттарды көрсеткем жоқ. Себебі сырқаттар өте ауыр халде келеді. Олар көп негізінен жаңағы арбамен алып келеді. Арбамен жүреді, осының ішінде қалт-құлт етіп, жаңағы жүргендердің бәріне қарасаң, енді былай алғанда адам аяғандай. Дегенмен солардың біртіндеп жайлап аяқтарынан тұрып кетіп жатқанда мен өте таңғалдым. Бұл жерде балалар да емдеп жатыр. Аутизм дейді, басқа да жаңағы миына зақым келген неше түрлі аурулардың бәрін жаңағы айтып жатады. Мен балалар жағына көп барғам жоқ, аралағам жоқ, қарағам жоқ. Бір түсіріп жүргенде келіп жаңағы ескерту жасап кетті, сіз бұнда рұқсатсыз түсірмеңіз деп, сондықтан көп ары қарай жаңағы тереңдегем жоқ. Енді біздің елде де осындай адамдар баршылық қой. Соларға мен жаңағы көмегім тисе деген бағытта осыны жасап отырмын. Бұл Үрімші қаласы деген біздерге, Қазақстанға өте жақын орналасқан, бұл бір өте тиімді жері. Екіншіден, бұл жерде жергілікті халықтардан жаңағы ұйғырлар, дүнгендер, қазақтарды көптеп кездестіруге болады. Соларға арқа сүйеуге болады. Ал осылай етіп келем деген кісілерге жаңағы енді ол оңай сапар емес, дегенмен біртіндеп соған жаңағы қол жеткізуге болады. Медициналық туризм деп жаңағы қызмет көрсетіп жүргендер бар. Ал олар да осында келіп орналастырып, содан шығарып салып жатады. Бірақ деген олардың қызметі сол әкеліп орналастырумен шығарып салу. Ол ар жағында сіз жаңағы емдеу процесіне тілмәш ретінде қызмет жасамайды. Егер жасайтын болса, оған бөлек ақша сұрайды. Ал бұлардың қызметінің өзі де дардай ақша. Осы 350 мың теңгемен алады. Мен өзім негізі қызметін пайдаландым. Ол жерде болып, мен бәрін көріп түсінгеннен кейін, ондай қызметті пайдаланып, жаңағы қалтаңдағы ақшаны шашпай-ақ қоюға болады екен. Мен соны жаңағы түсіндіргім келеді, айтқым келеді. Ал егер нағыз барайын деп едім, бұл қалай болады, мынаны нетсем екен деген адамдар болса, көмектесуге мен әзірмін, білгенімді айтайын. Тәуекел еткен адамға жаңағы оның қиындығы жоқ.